Қытай елі соңғы жылдары смартфондар нарығына белсенді түрде кіріп жатқанын білесіздер ғой. Солардың бірі Honor мекемесінің өнімдері өздерін ерекше көрсетіп келе жатыр. Ал бізде бүгін қолымызға түскен смартфон Honor 70. Жақында шыққан модель, сатылымдар қарашаның 3 күні басталды. Көп ұзамай маған да жетті. Көтеріліп кеткен соң. Айтпақшы, көбі бұны Honor деп оқиды. Жоқ, ол қате. Дұрыс атауы Honor. Бұл смартфон өз бағасына көп сапалы функциялар ұсынатын девайс. Алдағы минуттарда қалай және не екенін көресіңіздер. Бастар алды, сіздерден сол баяғыша лайк және тіркелу, ал менен жаңа видеолар. Келістік па? Ендеше кеттік. Honor смартфондары өзінің бәсекелестеріне қарағанда негізі өздерінің камераларымен ерекшеленетіні бар. Бұл модельде қалыспайтын секілді. Сөздің алғаш қолға алғанда смартфон өте жағымды сезіледі. Дизайны өзінің орташа классқа жататындығына қарамастан өте бай көрінеді. Примерно киноларда бір өте бай злодей кейіпкерлер болады ғой, солардың ұстайтын смартфондарына ұқсайды. Менің жауабым өзгерген жоқ. Мен үшін ақша маңызды емес деп айтатын адамдарға арналған смартфон сияқты. Салмағы сондағы 178 грамм, қалыңдығы 8 мм. Смартфон өте сапалы жиналған, ештеңе шайқалмайды, майыспайды, әңгіме жоқ. Артқы жағы, жаңа айтқандай, жарық түсірсең көзге тартымды бір әдемі шағылысады. Кайф. Түске келгенде бұл модельдің 3 нұсқасы бар. Қара, сұр және жасыл. Кімге қайсысы ұнады, пікір қалдыра кетіңіз. Шеттері майысқан дисплей бұл модельді қымбат смартфондарға ұқсатады. Шынымды айтайын, корпус дизайнға келгенде, ай мынау болмайды екен дейтін бір мін іздегем, бірақ өкінішке орай таба алмадым. Тек динамик біреу демесең, басқа айтарым жоқ. Динамикке келгенде дыбыс сапасы жаман емес. Видео қарау, ойын ойнауға әлдеқайда жеткілікті. А вот музыкаға келгенде, былай айтайын, нағыз меломан музыканы құлаққаппен тыңдайтын секілді. Дисплей, яғни экран бізде OLED 6,67 дюйм, экран жылдамдығы 120 Гц, өлшемі 240-180, пиксельдер тығыздығы 395 ppi, яғни пиксельдер мұнда мүлдем көрінбейді. Вот қалай қарасаң да таппайсың. Ілінбейді көзге. Әдемі. Түстер саны, назар аударыңыздар, мұнда 1 миллиард. 1 миллиард артығымен. Ол не деген сөз? Бұл дисплеймен не қарасаңыздар да түстерді нақты өз қалпында көресіз деген сөз. Оның үстіне экран көпшіліктегіндей 8 битті емес, 10 битті екен. Түстер бұл жерде өте анық, айқын көрінеді. Экран жарықтығы да өз дәрежесіне сай, 2К, 4К сияқты өлшемі үлкен видео қарайтын болсаңыз, вообще кайф. Әсіресе «Бегущие по лезвию» 2049 қарасаңыз, вообще тема. Кеңес берем, қарап көріңіз. Бұрын шеттері майысқан экрандарда шетіне қол тиіп бір нәрселер басылып кететін бар еді. Бұл модельде ондай жоқ, жақсы жасалған. Жұмыс өнімділігіне бұл смартфонда Snapdragon 778G Plus процессоры жауапты. Айтарлық жылдам жақсы процессор. 8 ГБ оперативка және Honor RAM Turbo дейтін қызық қосымшасы бар. Ол не істейді? Ол ішкі жадынан 2 ГБ алып, оны оперативка жадына қосады. Нәтижесінде смартфон өнімділігі уже 8 емес, толықтай 10 гигабайтқа барады. Көлікке азот қондырғандай ғой, короче. Түбінде біз бұның бәрімен не істей аламыз? Қазіргі таңдағы кез келген ойындардың бәрін, мейлі ол Call of Duty ма, PUBG Mobile ма, қалағаныңызды ең жоғары настройкалармен ойнай аламыз. Ештеңе қатпайды, қумайды. Я, сәл температура өсетіндігі бар, бірақ ол әрине бәрінде бар нәрсе. Батарея көлемі 4800 мАч, яғни тұрақты түрде пайдаланатын болсаңыз, 2 күнге жететіні айқын. Комплектте бірге 66 ваттық тез қуаттау сымы жүреді. Ойлап қараңдаршы, көпшіліктікіндей 20 емес 66. 20 минутта 0-ден 60-қа дейін, ал 100-ге дейін 45-50 минутта смартфондарды толықтай қуаттап береді. Мықты, я? Мен сымсыз қуаттау мүмкіндігі неге жоқ деп қатаймай қойын, как будто менде бір сымсыз зарядка бар сияқты. Ал енді камера туралы айтатын болсақ, Sony компаниясын білесіз ғой. Менің қолымдағы мына смартфон
сол Sony өндірген IMX800 атты жаңа сенсорын әлемде ең бірінші болып орнатқан. Мен жинаған ақпарат бойынша, бұл сенсор адамға түнгі суреттер жасауға ерекше мүмкіндіктер береді екен. Оған қоса, арнайы алгоритмдер арқылы күндізгі түсірілген суреттердің де сапасы біраз артады дейді. Тексеріп көрдім. Қатты ұнаған нәрселердің бірі ол суретке қалай түссең де, камера объективке түсіп тұрған артық жарықты өзі реттеп, көзге жағымды қып өңдейді екен. Профессионал болмасаң да Инстаграмға салып қоятын жақсы суреттер түсіріп алуға болады. Негізгі камера мұнда 54 мегапиксель. Алдыңғы камера 32 мегапиксель. Және маған қатты қызық болған 50 мегапиксельдік шерик супермакро функциясымен. Қараңыздаршы, қаншалықты қатты жақындап түсіруге болады. Және қандай суреттер алуға болады. Шерик оның үстіне макро. Бұл функциялар енді сурет түсіруді жақсы көретін адамдарға ұнайтыны белгілі. Ладно, тіпті түсіріп білмесеңіздер де бұнымен біраз ойнайтын сияқтысыз. Бала кезімізде лупамен ойнайтын едік қой. Сол сияқты бұл да бір қызық іс. Өйткені көзбен көп нәрсені бұндай жақындықпен әрине көре алмаймыз. Жалпы суретке түсіру жылдамдығы да маған қатты ұнады. Видеоға келгенде маған жеке өзіме қатты вау деп айтатындай мықтылық көргенім жоқ. Енді мен видеомейкермін ғой, мүмкін талғамым жоғары болғандықтан шығар. Бірақ көп Android жүйесіндегі смартфондарға қарағанда айтарлық жақсы түсіреді. Сәл стабилизация жетіспейді демесек, жалпы түс қабылдау және оларды кейін монтаждауға қатысты керек ақпараттарды жақсы жинап тұр. Және қосар ақпарат, видеоға келгенде Smart Autofocus функциясы бірден 2 камераға түсіру мүмкіндігін береді. Кадрда қалаған адамға фокус алып, оны жеке түсіруге болады. Фокусты айтарлық жақсы ұстайды. Қызық функция жалпы, менің ойымша концерттер түсірген кезде жақсы қызмет ететін сияқты. Видеоға тиісер нәрсем жалпы жоқ. 4К бар, автофокус бар. Қызыққа блок түсіріп көру керек болашақта. Жалпы бәрі орында. Жақсы, көбіне ұнайды деген ойдамын. Жалпылама айтатын болсам, өз бағасына смартфон өте сапалы көрінеді. Дизайн енді топ, фотокамерасы топ, тез қуаттау функциясы вообще керемет. Маған ұнады. Өзіме алып қалар едім, өкінішке орай тестілеуден кейін қайтарып беремін. Бағасын айтсам, осы видеоны түсіру барысында бастапқы құны 279 мыңнан басталады екен. 31 желтоқсанға дейін Мечта электроника дүкенінен сатып алсаңыз, қасына Honor Choice AirBuds X3 жаман айттым ойында AirBuds құлаққабын қосып береді екен. Қысқасы, егерде сіз көпшілік почти барлығы бірдей телефон ұстайтын уақытта бір ерекше болғыңыз келсе, және де белгілі бір үлкен тәжірибесіз жақсы суреттер түсіргіңіз келсе, онда бұл смартфонға көз салып көріңіз. Бұл обзорды, яғни шолуды маған түсіру оңай болған жоқ. Смартфонға шолу түсіруден енді алғаш тәжірибеміз. Барынша әдемі, сапалы жасауға тырыстық. Маған алдағы уақытта мотивация беру үшін лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Сізге ол оңай шаруа, ал мен Сізге ол әрине оңай шаруа, ал мен үшін ол үлкен қуаныш. Осымен болды. Келесі видеоларда көріскенше.